Қалмақан Әбдіқадыров поэзия, проза жанрында қалам тартып, аударма саласында жемісті еңбек еткен қаламгер. Ол 1903 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Сырдария ауылында дүниеге келген. Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан, Алатаудың бауыры, Амантай, Тапқыш, Тәтті қауын атты шығармалары балалар әдебиетіне қосылған бағалы дүниелер. Автор өлеңдері мен поэмаларында адам бойындағы асыл қасиеттерді дәріптейді. Батыр, Келес қызы, Еділ Дон, Сәтбаев атты поэмалары ерлікті, қайсар рухты, еңбек пен адамдық мұратты ғибрат етеді. Қалмақан Әбдіқадыровтың аударма саласындағы үлкен еңбегі тікелей парсы тілінен тәржімеланған мың бір түн хикаяттары. Әлем әдебиетінің үздік туындысы мың бір түннің автор аударған нұсқасы алғашқы болуымен де сапасы жағынан да бағалы болып есептеледі. Қажымұқан әңгімесі қазақ халқының тұңғыш кәсіпқой балуаны Қажымұқан Мұңайтпасовтың өмірінен жазылған автордың осы аттас повесінен алынған үзінді. Қажымұқан қазақ топырағынан қуат алып, өзінің ерен күшін қажырлы еңбегімен азаматтық намысына жаныған, жоқшылық өмірдің қазанында құрыштай қайнап шыныққан орасан күш иесі. Ол күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған. 28 мемлекетте күреске түсіп, 56 медальға ие болған. Әлем сахнасында бұратана халық атанған еліміздің елеусіз тұсының өзінде Қажымұқандай балуан атын әйгілеп әлемді таңғалдырған. Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан повесінде балуанның бала күннен күрескер кезіне дейінгі қалыптасу жолы танылады. Орыс көпесінің шаруасына жалданған, қар күреген баланың тосын әрекетінен қазақ сахарасының тылсымындай жойқын күштің бала бойына даруы табиғат берген қуат пен қасиет екендігі байқалады. Жаяу сүйреген шана бөлімінде ауқатты ортаның әділетсіз, өзімшілдігі де қылаң береді. Әңгіменің келесі бөлімінде де Қажымұқанның еңбекқорлығы, төзімділігі, қажымас қайраты танылады. Әңгіме желісі тартымды әрі ғибратты, қызғылықты баяндалған, хикаят көптеген шетел тілдеріне аударылған.